Кеш жарқын қымбатты көрермендер, хабарымызды көруге шақырамыз. Көшіп қонған өмір салта соншалықты мырза, сері, қайсар да тіршілік еді. Бабалар дүниеден өзі қалап таңдаған. Сол тіршілік оларды қағаз, қалам ойлап табуға ынталы ете қоймады да. Өйтетіні, ат тұяғы жеткен түгел дәшті, ұлан дала, жаюлы жатқан ақ парақ, алтын дәптер еді керек еткенге. Иә, далалықтар суретші болмаған деп, саналы қоғам айта алмаса керекті. Кенепке емес, кестенің бізі мен не бір асыл маталарға көгерістеп гүл төккен солар, өткірдің жүзі мен құс қанаты талып жетер құз қияға өрнектеп сурет салған да тағы солар. Қазақ даласындағы 1000 шақырымдап созылып жататын суретті жартастар көрмесі, тас ұматылып, жартастар жаңқа болғанша, бұл бір ғажап шындықты жаңғыртып айтып тұрады әлі. Саналы өмірі тас бетінде қатып қалған баба заманның көркем сезімі арманын тірілткендей, рухымен тілдескендей тіршілікте ізденіспен өтіп келе жатқан жартас суреттерінің жанашыры Баяхмет Жұмабайұлын бәдізді тастар тылсымы өзіне қалай тартып баураса, оның жан күйін оқып білуге тілшіміз де соншалықты құмартып еді. Қасиетті Мұзтау ананың баурайында 1955 жылы өмір есігін ашқан Баяхмет Жұмабайұлы балғын балалығын жеменеге қалдырып, арман тайын қамшылап, Өралтай топырағына қоныс аударады. Есіл ертістің басында көктоғайдай көкбөрлі дала төсінде қиялына қанат жалғап өскен жас біраз жыл әскери сапта міндет өтеп қайтқан соң қолына қалам алып шығарма жаза бастайды. Әсіресе туған халқының тарихы, мәдениеті, салт сана, тағлым дәстүрі оған айрықша ой салып, оны жинақтауға, реттеуге қузайды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап Баяхмет бұл шаруаға кірісіп кетеді. Әдеби жасампаздықты шағын дүние жазудан бастаған Баяхмет Жұмабайұлы кейінгі кезде повест, роман жазуға дейін барып, Зәруге дәру, Ақыт ата, Кенішті кент, Ізғұтты батыр қатарлы кесек шығармалар жазып жариялайды. Этнографиялық еңбектерден дала тағлымы, күй аңыздары, жаңғырған жартас тыл қатады, тағлым және дәстүр сынды шығармалар жазған автордың жүйеден халық ауыз әдебиет мұраларын жиюдағы еңбегі ересен. Халық ақындары мен жыраулар шығармаларын жиып, зерттеп, аянбай еңбектенген автордың Отарбай жырау, Шұңго қазақ балуандары, Сағыныш саздары қатарлы есте зерттеу кітаптары болып, қазірге дейін 14 кітабы жарық көрді. Автордың ең басты еңбегі аса құнды шығарма 4 тілде жарық көрген жаңғырған жартас тыл қатады кітабы. Бұл кітап Баяхмет Жұмабайұлының 20 жылдан астам уақыт жанкештілікпен ізденуінің, зерттеуінің жемісі. Есте жоқ ескі замандардан ертегідей сыр шертіп тұрған таңбалы тастарды табанынан таусылып, іздеп, тауып, суретке, естелікке алып, мән мағынасына ой жүгіртіп, қыруар ғылыми мақала жариялаған автордың осынау еңбектері мәдениет, тарих тануға қосылған зор үлес екенін уақыт дәлелдеуде. Мынау Шинжаңның байтақ сақарасын жаяу жалпылы неше жылдап кезген еңбегіңіздің жемісі болар. Жаңғырған жартас тыл қатады деген осы жартас суреттерін негіз еткен кітабыңыз баспадан шығыпты. Енді осы жартастар не деп тыл қатады екен, автордың өз аузынан естігіміз келеді. Кітаптың өзі 20 жылдық еңбекпен шыққан нәрсе. Тек бір өзін жасаған ана Көктоғай немесе Алтай өңірі емес, мына бүтін Шинжаңда. Мына кітапқа кіргені тек осының ішінде уәкілдік характерді. Кейбір жартас рәсімдер енді белгі беріп жатыр, мысалы. Бұрын тартпа ешкім көрмеген, немесе белгісіз жерде қалған, енді адамдар жағынан белгі беріп, осындай еді деген мәліметтер келіп жатыр. Жартас рәсімдерінің ең басты негізі бүтін халықтың дәстүрі, мәдениеті, тарихы осыда бар деп есептейміз. Неге десеңіз, жартас рәсімдері мысалы менің жаңағы өзің айтып отырған кітаптың ішінде 33 мазмұнға бөлініп отыр. Осы 33 мазмұнның ішінде мысалы халықтың тарихы да жатыр, салт санасы да, дәстүрі да негізінен бүтін қарекеті соның ішіне сіңірілген. Аңшылық, батырлық, би өнерімен енді.
мына жазуымен де, онан кейін киім кию өнерімен де, тіпті ең аяғы әр өз халқымыздың салт санасымен де қатысты екендігі бұл кезде дәлелденіп отыр. Бастысы салт сана демекші, мысалы мына жартас рәсімдерінің ішінде мысалы батырлардың кескіні бар. Бір кезде батырларды зерттеушілер тек қана мүсін тастар сырттағы осыларды бұл батырлардың символы деп алған. Ал әзіргі кезде жартас рәсімдерінің ішінде күрзі үйіріліп тұрған, садақ атып тұрған осындай суреттер бар. Бұлар мысалы жаңағы даладағы сынтастарменен жартас рәсімдерінің бір-бірімен қатыстылығын айтады. Енді бір жағынан мысалы дәстүрге қатысты дейтін нәрселерді келсек, киім кешек мысалы. Осының ішінде жартас рәсімдегі адамдардың мысалы ерлердің киімі менен әйелдердің киіну формы ұқсамайды. Жартас суреттер негізінен үлкен жақтан бұл мына бояу менен, онан кейін қашау арқылы екі түрлі мазмұнмен түседі. Ал бояуды да қашауды да көретін болсаң, екеуінде де жартас рәсімге түскен кезде олар әйел адамдардың көйлегі бар, немесе басында екі құлағы бар бұрым сияқты осылай болып келеді. Енді осындағы кейбір киім кешектердің мәдениетімен әзіргі біздің халқымыздың мәдениетінде киім кешектерді салыстыра кетсең, екеуінде ұқсастық бар. Осы сияқты ұқсастықтар көп әзір жартас рәсімдерінде. Менің осы шыққан жартас рәсім кітабында мысалы 33 мазмұн десек, енді содан бері ой туып отыр мысалы. Бұдан басқа да бұның көптеген мазмұндар қамтиды екен. Мысалы ананың ішінде біздің қазақтардың ат міну мәдениеті тұр. Мысалы ана жартас рәсімдегі аттарды көретін болсаң, оның кежімделгені, жүгенді қалай салуы, оның дізгінді қалай ұстау үстіндегі адамдар, немесе айыл тұрман деген сияқтылардың бәрі ұсақтағып келеді. Осыны бұрын біз елемегенбіз. Енді әзіргі кездерде осылар айырым-айырым зерттеуге тиісті болып отыр. Ал енді бұдан басқа мына жартас рәсімдерінде әсіресе тұрмысқа қатысты кейбір ұсақ нәрселер бар екен. Мысалы жартас рәсімменен ой өрнектердің қатысы. Жартас рәсімдерінде кейбір оюлар әзіргі кезде бұрын айтылмады. Енді қарап отырсаңыз, жақынан бері менде мұндай ой тұр мысалы. Ана жартас рәсімдегі оюларменен үңгір сызбасындағы оюлар. Ал онан кейін мына қамырларда, әзір қамырлардың ішінде тастарға түсірілген оюлар бар. Сонда жартас рәсімі, тұрмыс, жаңағы дәстүр бір-бірімен қатысты екендігі. Бұл жартас рәсімдеріндегі ең басты сөйлеуге тиісті, аңғаруға тиісті нәрсе болып тұр. Көктоғай ауданында ұзақ жыл мәдениет саласында қызмет істеген автор бұл күнде мемлекеттік автономиялы райондық фольклоршылар қоғамының мүшесі. Дала тағлымы қатарлы шығармалары мемлекеттік және автономиялы райондық ерекше сыйлықтарда еншілеген. Баяхмет Жұмабайұлы қисса, дастан сияқты халқымыздың ауыз әдебиет мұраларымен қоса ән, күй, би сынды көркемөнер мұраларын да тынбай жинап ел кәдесіне ажыратып келеді. Сан тарихтың аңғара, жартастар-ау таңбалы, белгі болып тұр сенде бабалардың арманы. Адам ата хауана, ықылымның талғамы. Мың қайтара қарасам, ой мейірім қанбады. Саған талай таласып, тарихын кім таңбады? Тұлпарлары үйсіннің, қаңлылар мен арбалы. Сақ құндардың өзі мен түркілердің бармағы. Тас бетінде тарихым, қиял құсым самғады. Бәрін айтта бірін айт, таста тұрған бұл сурет қазақ шығар шалмалы. Әңгімеңізге арқау болып жатқан осы аса жоғары қоңғие бейзаттық мұрамыз болған жартас суреттерін қалай қорғасақ жөн, қадіріне бұл күнде қалай жетіп жатырмыз? Бұл туралы қандай ойыңыз бар? Бұрынғы кездерде кілең тек қана жартас рәсімдері, бұлар көшпенділердің мәдениеттілігін көрсететін нәрсе. Кезіндегі жер шекарасы ретінде белгі қойған бұлар деп қана зерттеген. Енді әзір олай емес, әзір ұсақталып жатыр. Бірақ енді әзіргі кезде бізде осы жартас рәсімдерінде мысалы бір кездерде мысалы біз енді жер-жерді аралап жартас рәсімдер бар жерлерден рәсімге тартып сөйтіп жүрдік. Бір ретке рәсімге тартып кеткен рәсіміңді екінші рет қайтадан бірер жылдан кейін барсаң ол жоқ болып жатады. Осы бертінге дейін мысалы. Неге десең, бұны бүлдіріп тастайды. Ал енді
ана егінші малшылар үшін мысалы бұның құндылығынан гөрі өзінің тұрмысына тасты фундаментқа жию немесе басқа бір нәрсеге істеу жақсы болып тұр. Бұлар олардың санасы сол. Бірақ енді қатысты орындарымыз, үкімет орындары мысалы, оларға ие болу керек еді. Кезінде бір бөлім жерлерді қорғалу районы ретінде қоршап немесе соларды бір нәрселер жасап сөйтіп қойған, бірақ олар бертін болды. Негізінен үлкен жақтан бөліну күшті болып жатыр. Ал енді кейбір жерлер жартас рәсімдеріне барсаң, оған қосымша бұрынғы жартас рәсімнің үстіне адамның атын ойып тастаған, немесе оған қосып тағы бір сызудар сызып тастап, бұрынғы тарихи өзінің негізін жоғалтып, жаңалап тастаған жерлер бар. Бұл былайша айтқанда зерттеу объектісінен айырылды деген сөз. Осындай бүліну жағдайлар көп енді әзір. Қазір мұражайларға ана-мынаға қопарып әкеліп жатыр ғой. Мына осы мұражайларды әрбір аудандарда, тіпті аймақтарда ашып жатыр мысалы. Кейбір жерлерде мысалы осы жартас рәсімдер, тас адамдарды, немесе мына сын тастардың бәрін қопарып әкеп бір жерге үйіп жатыр әзір. Бұл ғылымда негізінен бұл дұрыс емес нәрсе. Әрқандай нәрсені өзінің майданында, сол орында қоршап қойып, сол бойынша сақтау керек. Тарихи құны жойылып кетеді. Мысалы, Чалғырда үлкен тас болды, мысалы, екі үлкен сын тас болды. Көктоғайдың Чалғырында. Енді бір кездерде осыны барды да бір машинамен қопарып алып келіп бір топ адам. Сөйткен кезде біреу сол майданда чағылды. Енді біреуін әкеп әзір ана Алтайда сақтап отыр. Мәселе осы енді ана орнына жойылып кетті. Орнына мен кейін барып бұған бір ағаш орнатып қойдым. Бұл орын жойылып кетпесінші деп. Кейін ағашты оны жұлып тастапты. Енді мәселе ғылыми жолмен айтқанда бұны ана орнын, төңірегін бәрін зерттеу керек. Мысалы ананы алу үшін ананың астында үлкен тарих жатыр. Сол жерден қозғау үшін мысалы 3 дәрежелі үкімет орнының мақұлдауынан өткізу керек. Біріншісі сол жергілікті орны, ауыл болса ауыл үкіметінің, екіншісі аудан, үшіншісі аймақ. Оның кейін қатысты ғылыми орындардан адам келіп, бұны сарап қазып, бұны тұрақтандырып, дәуірін немесе жалпы жағдайын тұрақтандырып болғаннан кейін оны алып кету керек еді. Алуға тиісті болса. Ол алуға тиісті жағдай қайсы дегенде бір атыздың арасына кеп қалса, құрылыс түсуге тиісті болса, осындай жағдайларда алынады ол. Ал енді далада өзі тұрған нәрселерді қайту керек дегенде оны қоршап, оны қорғалу районына айландырып, оның моделін алып шығу керек. Моделін алып шығып бейнелеу арқылы. Оны апарып мұражайға сол моделін қойып қою керек. Анан орында сақтау керек. Әзір олай емес. Әзір мұражай басқарушыларда ондай үлкен ғылыми көзқарас жоқ. Тек қана анан жиып ап бұны осыны апарып қойып қойсақ, бұл мұра деген осы дейді. Нәтижеде оның тарихи жағдайы, бұрынғы дәстүрлік нәрселері, немесе оның орны бәрі ғылымилықтан негізі ғылымилығын жоғалтып алды деген сөз. Кейбір нәрселер ұрдалып та жатыр. Ұрдалып та жатыр. Мысалы, кейбір нәрселер ұрдалып жатыр бұның ішінде. Әзір бұны базарға салам деп, мысалы. Әсілі заңдылығында мұраны базарға салу деген мүмкін емес. Ол жерден табылған мұра мемлекеттікі болады. Оны қорғау, асырау, немесе оны тауып алғаннан кейін үкіметке тапсыру, сақтау қаражатын үкімет қатысты орын береді оны. Ал оны сату деген нәрсе бұл енді негізінен жолға қойылмайтын нәрсе болады. Өйткені бұл мемлекеттің дүниесі. Енді әзір осы сияқты қатысты жеке мұражай ашқандар, немесе кейбір қолдан қолға өткізіп алып кетіп жатқандар, бұл мұраларымызды бүлдіру жағдайы өте көп болып жатыр әзір. Әзіргі кезде мемлекетіміз үлкен жақтан бекзаттық мұраларды қорғау дегенді жолға қойып отыр. Жартас рәсімдері, тас адамдар, кешендер, немесе сымтастар сияқты нәрселер. Әзір бүтін тек бір ұлт емес, бүтін бір мемлекет емес, дүние елдерінде осындай мұрағаттарға қызығу, немесе осыны емдену жағдай ұлттар арасында да жалпы дүние жүзінде де осындай жағдай болып жатыр. Енді қайту керек дегенде мемлекетіміздің осы үндеуіне біз жақсы сәйкесуіміз керек. Әрбір қатысты орындар, тіпті жекелерге дейін осыны қалай асырап сақтау деген нәрселерді әрбір жекелер түсіну керек. Түсіну арқылы бұларды қорғау керек. Қорғаудың бірден бір жолы қайсы десеңіз, бұда менше қатысты аудандық өкіметтер, аймақта орындар бұларды сол орында қорғау керек. Оған мысалы әзір аудан дәрежелі, аймақ дәрежелі, автоном дәрежелі, немесе мемлекет дәрежелі қорғалу райондар деген орындар бар. Бұл қатысты орындар осыны бекітіп, қорғалу қаражатын түсіреді әуел бұған.
Сонда осы орындарды тұрақтандырып, бұл жерде не бар, қандай нәрсе бар екендігін тұрақтандырып, қатысты орынға жолдаса, бұған көп қаражат кетпейді. Сол жерді қоршап кәне, соның кейін асырап сақтау керек. Сонда барып біздің мұрағаттарымыздан айырылмайтын осыны сақтап қалатын жағдай сонда болады. Мұражайлар жаңағындай айтқандай, бұлар бұның бәрін жиып алып бір жерде көрсетем деген нәрсе, бұл ешқашан ақылға тұрмайтын нәрсе. Одан кейін мына қазір енді саяхат жанданып жатыр ғой, бүкіл Сақара болсын, қала дала болсын. Енді осыған жалған сынтастар, жалған жаңағы ою немелер жасау туралы қандай көзқарасыңыз? Далада тұрған нәрсенің моделін алып келіп, мысалы, соның көшіріндісі ғой, осыны алып келіп қойып қойса, біздің осындай жерде ұқсат балығын алып келіп қойып қойса, онда болады. Енді ол әзіргі кездерде енді мындай, мысалы, қарап отырсаңыз, әзір үйдерде де, кейбір жеке семьяларда да көрініске қойып қойған, жалғаннан жасап, немесе кейбір орындарда да көрініс қылып жасап қойып қойған нәрселер бар. Бұда дерек жоқ, бірақ ойдырма нәрселер оның бәрі. Көп жанрда қалам тербеп, тоған халқына қомақты шығармалар сыйлаған рухани үлескер Баяхмет Жұмабайұлына мұрағат бар асылы, жартастар жан ашыры, арындап тарта бергей, толғантап дала сыры деп ақ тілек арнағымыз келеді. Осымен бүгін хабарымыз аяқтады. Тағы да кездескенше сау, саламат болыңыздар.